Assalamu alaikum dostlar. Сендермен бірге Амбибек Мастер каналы. Бүгінгі видеомызда шиномонтаж станогы туралы түсіретін боламыз. Ал видеомызды бастаймыз. Достар, ең алдымен андай турбаға андай Жигулидің артқы өсі да осындай сваркілеп аласыз. 32-лік турба. Мынандай 40 топымен қозғалып тұрады. Жаңағы құралдарын андай қылып істей аласыз. Дөңгелек қойған жақсы алды. Барысы істеп қойған. Екіншісі мынандай бар. Мынау жаңағы осындай болып тұрады. Осындай болады мынау. Турбамен андай өрнектің ана жерін иіп осылай істеп қойған. Ал достар, шиномонтаж станогын қалай жұмыс жасайтынын сендерге көрсетейін. Ал достар, покрышкамызды шығарып көрейік. Ең алдымен покрышкамызды бекітіп аламыз. Екі болтпен тесіктеріне тығып қатайтып аламыз. 32-лік турбаның гайкасымен қатайтамыз. Ал шығарып көрейік. Май жағып аламыз дейді. Ал достар, видеоны алып жатса Амбибек Мастер каналына тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Алдағы уақытта пайдалы видеолар түсіретін боламын. Осы видеоны достарыңызға таратып, бөлісіп отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.